2024 жылға арналған толық жұлдыз жорамал. Жыл басы салыстырмалы түрде тыныш болады. Бұрын басталған істі асықпай аяқтап, маңызды ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге болады. Егер сіз жаңа жобаларды қолға алсаңыз, олардан тез өтектеп күтпеңіз, қалаған нәтижеге жету үшін көп уақыт қажет болуы мүмкін. Қайта қателік жібермеу үшін өз тәжірибесінен үйренуге дайын адамдарға мақсатқа жету оңайырақ болады. Бұл уақыт жеке қарым-қатынастар тұрғысынан маңызды болады. Оларда айқындық пен сенімділік болады. Кеңестер мен кемшіліктер өткенде қалады. Бұрын өз сезімдерін жасыруды жөн көрген адамдар олар туралы тікелей айтатын уақыт келгенін түсінеді. Бұл ұзақ мерзімді мақсаттар қоюға да қолайлы уақыт. Бұған асықпағаныңыз жөн, өйткені сіз оны мұқият ойластыруыңыз керек. Өзіңізді тыңдау және сыртқы қысымға берілмеу маңызды. Жыл ортасы көптеген жаңа идеялар мен жоспарлар әкеледі. Бұл әсіресе табысын едәуір арттырып, бизнесін кеңейтіп, жаңа нарықтарға шыға алатын кәсіпкерлер үшін табысты болмақ. Егер сіз өзіңіздің жеке бизнесіңізді дамытуды бастау туралы ойлаған болсаңыз, есіңізде болсын. Дәл осы уақытта сіз нақты әрекеттерге көшуге, серіктестер мен инвесторларды іздеуге, қағазбастылықпен айналысуға болады. Бұл уақытта көпшілігі іскерлік қарым-қатынаста ғана емес, сонымен қатар жеке қарым-қатынаста да табандылықпен сипатталады. Бұл жақсы жаққа елеулі және жылдам өзгерістерге әкеледі. Жыл соңы жақындаған сайын қаржылық мәселелерді шешуге көбірек көңіл бөлу қажет болады. Күзде саудаға асықпай, тәуекелді операциялардан бас тартқан абзал. Дегенмен бұл қандай да бір шығындардан аулақ болуға тырысу керек дегенді білдірмейді. Ақшаңызды дұрыс басқару мүмкіндігі сөзсіз пайда болады. Жылдың соңында эмоционалдық фон күшейіп, адамдар бұған әртүрлі әсер етеді. Біреулер асығып, бірдеңені жіберіп алды деп уайымдаса, басқалары айналасындағы әбігерден тепе-теңдіктен айырылады. Бірақ ешкім қатты ұрысқысы келмейді. Барлығы жақсы қарым-қатынасты сақтауға тырысады, бұл сөзсіз нәтиже береді. Тоқты, жыл сіз көп нәрсені үйренетін күтпеген оқиғалармен басталуы мүмкін. Осы уақытта алынған тәжірибе өмірде бірнеше рет пайдалы болады. Қызықты таныстар болуы мүмкін. Сіздің әлеуметтік ортаңыз айтарлықтай кеңейеді, және бұл іскерлік тұрғыдан пайдалы болады. Ең көрнекті кәсіби жетістіктерге тоқты қол жеткізеді. Ол осы уақытта мүлдем жаңа нәрсені қабылдайды, және ең заманауи технологияларды қолдана отырып, кейбір түпнұсқа идеяларды жүзеге асыруға тырысады. Жеке өміріңізде күтпеген өзгерістер болуы мүмкін. Бастапқыда олар сізді алаңдатуы мүмкін, бірақ содан кейін жағдайдың жақсы нәтиже беретінін көресіз. Жылдың екінші жартысы бұл бастаманы қолға алуға болатын және қажет уақыт. Бұл өмірдің барлық салаларына қатысты. Бірақ сіз асығыс әрекет етпеуіңіз керек, алдымен бәрін ойластырып алыңыз. Бизнесте байсалдылық, өзін-өзі ұстау және байыпты көзқарас ерекше маңызды болады. Барлығы тек сізге байланысты болады. Сәттілікке сенбеу керек. Кейбір ерекше оқиғалар орын алып, жаңа мүмкіндіктер ашылады. Бұл жерде адасып қалмау, өзіңізге сену және басқа адамдардың кеңестерінен гөрі өз ақылыңызға көбірек сену маңызды. 2024 жылға арналған тоқты жұлдыз жорамалы өте қолайлы. Белгінің өкілдері жалықпайды, және бәрі олар қалағандай оңай болмайды. Бірақ сіз қиындықтарға кезіккеннен кейін шегінбейсіз, және міндетті түрде мақсатыңызға жетесіз. Торпақ. Жыл басы қызықты оқиғаларға толы және жаңа мүмкіндіктерге толы болмақ. Байқау қабілеттеріңіздің және кез келген тапсырмаға шығармашылық тұрғыдан қарау қабілетінің арқасында сіз жұмысыңызда айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізесіз және кейбір күрделі, маңызды және ауқымды жобаларды тамаша жеңесіз. Мансаптық өсу мүмкін, және ол жылдан болуы мүмкін, бір көтерілу екіншісінен кейін болуы мүмкін. Табыста айтарлықтай өседі. Егер сізде бұрын қаржылық қиындықтар болса, олар дәл осы уақытта шешіледі. Жыл ортасы жарқын эмоциялар мен күшті тәжірибелер, сондай-ақ сіздің дүниетанымыңыздағы өзгерістер уақыты. Сіз бұрын ортақ тіл таба алмаған адамдарды жақсы түсіне бастайсыз. Сіздің жеке өміріңізде маңызды нәрсе болуы мүмкін. Дәл осы кезеңде сіз маңызды шешім қабылдауыңыз мүмкін, мысалы, үйлену туралы. Жылдың аяғында сіз әрең демаласыз. Керісінше, сіз кейбір күрделі мәселелерді шешуіңіз керек, сіз үшін ғана емес, маңызды нәрселермен айналысуыңыз керек.
Бұл уақытта жұлдыздар оқу немесе зерттеу жұмыстарымен айналысатын, білім беру саласында жұмыс істейтін торпақтарға қолайлы болады. Сіздің жақындарыңыз сіздің көмегіңіз бен қолдауыңызға сенеді. Сіз ештеңеден бас тартпауға тырысасыз. Отбасындағы жанжалдарды шешуге, туыстармен қарым-қатынасты жақсартуға болады. 2024 жылға арналған торпақ жұлдыз жорамалы тапқырлықты, кең көзқарасты және бақылауды қажет ететін мәселелерде сәттілікке уәде береді. Егіздер. Жылдың бірінші жартысы айтарлықтай қарбалас болуы мүмкін, сондықтан бұл уақытта маңызды шешімдер қабылдауға асықпағаныңыз жөн. Оқиғалар тез дамиды, және болып жатқан оқиғалардың шынайы себебі неде екені сізге әрқашан түсінікті бола бермейді. Бірақ көп ұзамай сіз оны түсінесіз, содан кейін ұзақ мерзімді жоспарлар жасап, оларды жүзеге асырудың жолын іздейтін дұрыс уақыт келеді. Бірінші жартыжылдықта жұмыс әдеттегіден ұзағырақ болады. Бұл жаңа міндеттерге байланысты болуы мүмкін, сондай-ақ табысыңызды арттыру үшін қосымша жұмыс жүктемесін алуыңыз мүмкін. Қаншалықты бос емес болсаңыз да, достарыңызбен және басқа жақын адамдарыңызбен сөйлесуге уақыт табуға тырысыңыз, олардан сізге қолдау көрсетіледі. Бұл алға жылжуды жеңілдетеді және жағымды етеді. Жылдың екінші жартысында сізді көптеген ерекше кездесулер күтеді. Кейбір таныстар іскерлік тұрғыдан пайдалы болады, ал басқалары өте жағымды болады. Сіз нақты пікірлес адамдарды табатын кейбір ұйымдарға немесе бейресми бірлестіктерге қосылғыңыз келуі мүмкін. Жеке қарым-қатынастар тұрғысынан бұл кезең әсіресе бұрын біреуге ғашық бола алмаған егіздер үшін қолайлы болады. 2024 жылға арналған егіздер жұлдыз жорамалында жаңа технологияларды, сондай-ақ нақты және жаратылыстану ғылымдарын әзірлеуге және енгізуге қатысатын белгі өкілдері табыстанын айтарлықтай арттыра алатынын айтады. Шаян. Мерекелерді кейінге қалдырмаңыз. 2024 жылдың басы сіз үшін әсіресе қолайлы болады. Сіз жұмыс орнын ауыстыра аласыз немесе өз бизнесіңізді аша аласыз, шығармашылықпен айналысып, оны табыс көзіне айналдыра аласыз. Сізде өзін-өзі көрсетуге және қабілеттеріңізді көрсетуге көптеген мүмкіндіктер болады. Сіз бірден күмән мен алаңдаушылықты тастап, табысқа толық сенімді боласыз және оған міндетті түрде қол жеткізесіз. Бұл уақыт қаржылық мәселелерді шешуге, ірі сатып алулар мен инвестицияларға да қолайлы. Сіз жылжымайтын мүлікті сатып ала аласыз, бірақ құжаттарды дұрыс ресімдеуге барынша назар аудару маңызды. Наурыз өзгерістер әкеледі және бастапқыда олар сізге ұнауы екі талай. Іскерлік қарым-қатынастар шиеленісіп, кейде үйде қызу болады. Басқалардың мәселелерін шешу үшін сізге көп уақыт пен күш жұмсауға тура келеді және сіз күш-жігеріңіз үшін бірден алғыс ала алмайсыз. Басыңызды жоғалтпау, эмоцияны емес, парасаттылықты басшылыққа алу маңызды. Егер сіздің басыңызды бұлтқа салып, иллюзия жасамасаңыз, сіз барлық сынақтарды жеңесіз. Маусым айында жағымды үрдістердің әсері күшейіп, жаңа идеялар мен жоспарлар пайда болып, армандаған нәрсеге қол жеткізуге мүмкіндік туады. Шешімді әрекет ету керек болады. Жыл соңына неғұрлым жақын болса, жаңа таныстармен тіл табысу және оларға көзқарас табу оңайырақ болады. 2024 жылдың соңғы айлары жеке қарым-қатынастар мен отбасылық істерде әсіресе қолайлы болады. 2024 жылға арналған шаян жұлдыз жорамалы алтын таулар мен жеңіл жеңістерді уәде етпейді. Бірақ белгінің өкілдері табандылық пен көрегендіктің арқасында барлық мақсаттарына қол жеткізе алатынына күмән жоқ. Арыстан. Жылды жоспарларыңызды қайталаудан бастаңыз, өзіңізді түсінуге тырысыңыз және шын мәнінде неге қол жеткізгіңіз келетінін түсінуге тырысыңыз. Сізде барлығы туралы ойлануға және басымдықтарды белгілеуге жеткілікті уақыт болады. Кейбір мүлдем жаңа идеяларды жүзеге асыру үшін бұрын қойылған мақсаттардан бас тартуыңыз мүмкін. Сіз ескі таныстардың кеңестерін тыңдай аласыз, бірақ олар сізді әрқашан дұрыс түсінбейтінін есте ұстаған жөн. Қолайлы кезең ақпан айында басталып, жаздың соңына дейін жалғасады. Бұл әсіресе жұмысқа және бизнеске қатысты мәселелерді шешуге және жаңа серіктестер табуға өте қолайлы. Сіз өзіңіздің қызмет саласыңызды өзгертуіңіз мүмкін және бұл сіздің кірісіңізді айтарлықтай арттырады. Сізге мемлекеттік органдармен әдеттегіден жиірек жұмыс істеу керек болады.
Сірә, біз сіздің немесе отбасыңыздың мүлкіне қатысты құжаттарды дайындау және жылжымайтын мүлікке қатысты мәселелерді шешу туралы сөйлесетін боламыз. Бұл кезең өте бос емес болса да, сізде отбасылық мәселелерге, жақын адамдарыңызбен қарым-қатынасқа, сондай-ақ сізді бақытты ететін әрекеттерге жеткілікті уақыт болады. Күз мезгілі сіздің әлеуметтік ортаңызды кеңейтуге қолайлы уақыт. Мұнда жаңа нәрселер көмектеседі, олардың арқасында сіз әртүрлі адамдарды кездіресіз. Романтикалық қарым-қатынастың басталуы мүмкін. Ол соншалықты тез дамитындықтан, жылдың соңына қарай сіз неке туралы ойлайсыз. Арыстанның 2024 жылға арналған жұлдыз жорамалы бастаманы қолға алудың маңыздылығын еске салады. Барлығы ойдағыдай болғанша немесе сізге қызықты нәрсе ұсынылады деп күтпеңіз. Өз бетіңізше әрекет етіңіз және бәрі ойдағыдай болады. Бикеш. Жұлдыздар уәде береді, жыл сіз үшін табысты болады. Ең басында уақытты босқа кетіруге болмайтындығы белгілі болады. Сіз әрекетке кірісуіңіз керек, жоспарларыңызды жүзеге асыру, көптен бері ұмтылған нәрсеге қол жеткізу. Сіз негізінен өз күшіңізге сенуіңіз керек және сізге көмек қажет емес. Барлық тапсырмаларды өзіңіз шеше аласыз. Егер сіз ұзақ уақыт бойы бірдеңе үйрену немесе жаңа мамандық алу туралы ойлап жүрсеңіз, нақты әрекеттерге көшіңіз. Сіз алғашқы жетістіктеріңізге тез қол жеткізесіз. Жыл ортасы біршама қиын болады. Сіз асығыс шешім қабылдауға бейім боласыз және елеулі қателіктер жібере аласыз. Өзіңізге біраз уақыт беріңіз, мұқият ойластырыңыз, көбірек ақпарат жинауға тырысыңыз. Егер сіз мұқият және алдын ала ойласаңыз, сіз елеулі қиындықтардан аулақ бола аласыз. Қарым-қатынаста түсінікті болу да маңызды. Өте әртүрлі адамдар сіздің жанашырлығыңыз бен сеніміңізге ие болуға тырысады. Барлығына сенуге болмайды. Жылдың соңы жақындаған сайын болашақ туралы көбірек ойланасыз. 2024 жылдың соңғы айлары жоспар құруға және келесіде қалай әрекет ететініңізді шешуге тамаша уақыт. Бұл кезең қаржылық мәселелерді, соның ішінде өте маңызды мәселелерді шешуге де қолайлы болады. Ірі сатып алулар жоққа шығарылмайды, табысты инвестициялар болуы мүмкін. Сонымен қатар академиялық табысқа жету мүмкін. 2024 жылға арналған бикеш жұлдыз жорамал армандап қана қоймай, сонымен қатар өз мақсаттарына жету үшін әрекет ететін және күш салатын адамдар үшін бәрі жақсы болатынын тағы бір рет растайды. Таразы. 2024 жылдың басы оңай болмауы мүмкін. Жылдың алғашқы айлары айтарлықтай шиеленісті және оқиғаларға толы болады. Неге назар аудару керектігі бірден түсініксіз болады, бизнестегі тәртіпсіздік мақсатқа жетуге кедергі жасайды. Кәсіби келіспеушіліктерді жоққа шығаруға болмайды, сіз бұрыннан біткенді қалайтын бәсекелестік күрес күшейе түсуі мүмкін. Егер сіз өзіңіздің интуицияңызды тыңдамасаңыз және басқа нәрсеге ауыспасаңыз, көп уақыт үмітсіз жобаларға кетеді. Үйде көп қиындық болады. Жақындарыңыздың мәселелерін қараусыз қалдырмауға тырысыңыз және отбасылық істерге араласыңыз. Жыл ортасы қызықты және шабыттандыратын болады. Бұл дұрыс шешімдер, күтпеген түсініктер, жағымды тосын сыйлар уақыты. Түйсіктерінің нұсқауын тыңдайтын және өмірін өзгертуден қорықпайтын таразылар көптен бері армандаған нәрселеріне қол жеткізе алады. Бизнесте бастаманы қолға алған жөн. Егер сіз бұрыннан идеяны жүзеге асырғыңыз келсе, бірақ батылдық танытпасаңыз, оны жазда жасап көріңіз. Табысқа жету мүмкіндігі өте жоғары. Бұл кезең романтикалық қарым-қатынастар тұрғысынан да қолайлы болады. Жылдың соңғы айларына оң үрдістер әсер етеді. Бұл уақыт ескі байланыстарды нығайтуға да, жаңа қарым-қатынастарды бастауға да қолайлы. Сіз адамдарды әлдеқайда жақсы түсіне бастайсыз, жақын адамдарыңыздың қолдауының арқасында өзіңізді сенімдірек және сабырлы сезінесіз. Кейбір таразылар ұзақ уақыт бойы жасырын күткен ұсыныстар алады. 2024 жылға арналған таразы жұлдыздары жақында оптимизмді жоғалтқан және өздеріне күмән келтіре бастағандар үшін жағымды тосын сыйлар уәде етеді. Мұндай адамдарда оптимизмге жақсы себептер болады. Саршаян. Жыл басында көп жұмыс істеуге тура келеді. Бұл уақыт ең оңай болмайды, әсіресе кәсіби табысқа ұмтылатын саршаяндар үшін. Тіпті әдеттегі жұмыс әдеттегіден қиынырақ болады.
Бәсекелестік күшейіп, қарсыластарыңыз адал емес әдістерге баруы мүмкін. Бұл уақытта одақтастарыңызды мұқият таңдау және сіздің сеніміңізге ие болуға тырысатындардың барлығына сенбеу өте маңызды. Жеке қарым-қатынаста күрделі мәселелер туындауы екіталай, дегенмен жақын адамдар кейде назар аудармауы мүмкін. Уақыт өте келе, оң үрдістердің әсері артып, жылдың ортасы қолайлы болады. Сіз бұрын туындаған мәселелерді қалай шешуге болатынын түсінесіз, қол жеткізгіңіз келетін мақсаттарды шешесіз. Сапарлар болуы мүмкін, олар табысты болады. Жағымды танысулар мүмкін, және ұзақ қарым-қатынастың басталуы мүмкін. Ол жақын арада іскерлік қана емес, сонымен қатар достық сипатта болады. Сіздің әлеуметтік ортаңыз айтарлықтай өзгереді. Сіз өмірге деген қызығушылықтар мен көзқарастары сіздікінен мүлдем басқа адамдармен оңай тіл табысасыз. Жылдың соңында сізде көп уайым болады. Өмірдің барлық салаларында өзгерістер болуы мүмкін. Сіз көшуді жоспарлап, жаңа жұмыс іздеуді немесе үйленуге шешім қабылдауды бастауыңыз мүмкін. Бұл кезең оқиғаларға толы болады, дегенмен демалуға және денсаулығыңызды күтуге әлі де уақыт табуға тырысыңыз. Егер сіз өзіңізге жақсы күтім жасасаңыз, келесі жылды керемет формада қарсы аласыз. 2024 жылға арналған Сарышаян жұлдыз жорамалында бұл жыл қиын. Қызықты бұд деп ескерді. Дегенмен тәжірибе, білім және парасаттылық белгінің өкілдеріне барлық қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Мерген. Бірінші жарты жылдықта оң үрдістердің әсері басым болады. Сіз өзіңіздің жұмысыңызда немесе бизнесіңізде жетістікке жете аласыз, егер сіз соларға назар аударып, мақсаттарыңызды уақытында шешсеңіз. Өзіңізді мүлдем жаңа нәрседе сынап көруге мүмкіндік болады. Оны жіберіп алмауға тырысыңыз. Егер сіз уақытында табандылық танытсаңыз, табанды болсаңыз және қиындықтардан қорықпасаңыз, жақсы жаққа өзгерістер сізді күтпейді. Жыл бойы дамитын, байсалды болып, сіз үшін өте болатын роман. Бұл махаббат хикаясы өте ерекше болуы мүмкін, және сіздің сезімдеріңіз бұрын бастан кешіргеннен әлдеқайда күшті болуы мүмкін. Желтоқсан айына қарай сіздің әрі қарай жүруге дайын екеніңіз анық болады. Жыл соңы жақындаған сайын, сіз үшін нәрселерге шынайы көзқараспен қарау, басын бұлтқа салмау және иллюзия жасамау маңыз болады. Жылдың екінші жартысында азғырулар көп болады, бірақ парасаттылықты сақтасаңыз, кейін өкінетін іспен айналыспайсыз. Эмоционалды фон өте шиеленісті болуы мүмкін, бұл әсіресе жас мерген үшін қиын болады. Бірақ сіз өз проблемаларыңызбен жалғыз қалмайсыз, жақын жерде әрқашан сізге көмектесуге дайын адамдар болады. Отбасылық қарым-қатынаста жақсы өзгерістер болуы мүмкін. 2024 жылғы мерген жұлдыз жорамалының уәдесі, қаржылық жағдай қолайлы болады, айтарлықтай ақша түсімдері тұрақты болады. Маусым маңызды транзакциялар мен ірі сатып алулар үшін жақсы кезеңді бастайды. Тәуешкі. Жылбасы жақында уақытты белгілеп жатқандай сезінген, алға жылжи алмайтын немесе көптен күткен мақсаттарға жақындай алмайтын тәуешкілер үшін жаңа көкжиектер ашады. Жұмысқа, кәсіби өсуге және мүліктік мәселелерге қатысты барлық нәрселерде сіз өзіңіздің интуицияңызға сене аласыз, оның кеңестері дәл болады және достарыңыздың кеңестерінен әлдеқайда пайдалы болады. Іскерлік және жеке қарым-қатынастарды араластырмау маңызды, әсіресе сіз мансапты дамытуға бағытталған болсаңыз. Жылдың бірінші жартысында пайдалы нәрсені үйренуге көптеген мүмкіндіктер болады, кейбір тәуешкілер тіпті жағдайды пайдаланып, жаңа кәсіпке ие болады. Үстірт біліммен қанағаттанбай, бәрін жақсы түсінуге тырысу маңызды, бұл жағдайда сәттілік сізді күтпейді. Жылдың ортасында өмірдің әр түрлі салаларында жиі бастама көтерген жөн. Бұл жаңа бастамалар үшін қолайлы уақыт. Қолға алған барлық істеріңізде жұлдыздардың қолдауын сезінесіз. Көптеген жақсы идеялар пайда болады, және әдеттен тыс, бірақ тиімді шешімдер жиі ойға оралады. Шығармашылық ерекше қуаныш әкеледі. Сіз шабыт аласыз, сіз өзіңізді көрсетудің және қабілеттеріңізді әдеттен тыс түрде пайдаланудың жаңа жолдарын табасыз.
Жылдың соңында эмоционалдық фон ерекше қолайлы болады. Сіздің көңіл күйіңіз жиі көтеріледі, сізді қуанта алатын нәрселер көп болады. Бұл жолы пайдалы және жағымды таныстарға уәде береді. Сіздің әлеуметтік шеңберіңіз айтарлықтай кеңейеді. Жаңа достар мен одақтастар пайда болады. Көптеген адамдар сіздің табысыңыз туралы біледі, сондықтан сізге қызықты ұсыныстар түсуі мүмкін. 2024 жылға арналған тәуешкі жұлдыз жорамалы жыл ішінде жеке қарым-қатынастар саласында оң үрдістердің әсері басым болатынын уәде етеді. Сондықтан сізді көптеген жағымды тосын сыйлар күтеді. Су құйғыш. Жыл басы қолайлы болмақ. Дегенмен иллюзия жасамау және өзіңізді алдамау маңызды. Егер сіз өзіңіздің күшті жақтарыңызды да, ағымдағы жағдайды да объективті бағалауға тырыссаңыз, сіз қателерден аулақ бола аласыз және жаман ниетті адамдар құрған тұзаққа түспейсіз. Бұл уақыт жаңа нәрсені үйренуге қолайлы болады. Сізді бұрын қызықтырмаған білім саласы қызықтыруы мүмкін. Бұл жаңа мамандыққа алғашқы қадам болуы мүмкін. Кез келген түсініксіз жағдайларда мұқият әрекет етіп, негізсіз тәуекелдерден аулақ болуға тырысыңыз. Заңды бұзуға бейім адамдармен күресу өте жағымсыз. Жыл ортасында іскерлік белсенділіктің аздап төмендегенін байқайсыз, бірақ бұл кезеңде сәтті болады. Жұлдыздар әсіресе шығармашылықпен айналысатын немесе өз қызметінің сипаты бойынша өнермен байланысты су құйғыштарға қолайлы болады. Белгінің мұндай өкілдерінің кірісі айтарлықтай артуы мүмкін. Жылдың соңы жақындаған сайын мақсаттарыңызға жету үшін соғұрлым көп күш жұмсау керек болады. Бұл өмірдің барлық салаларына қатысты, тіпті жеке қарым-қатынастар да ерекшелік емес. Сондықтан табандылық сізге өте пайдалы болады. Сізге ең маңызды мәселелерді өз бетіңізше шешуге тура келеді, бірақ қалғаны үшін сенімді одақтастарыңызға сене аласыз. 2024 жылға арналған су құйғыш жұлдыз жорамалында белгінің өкілдері кез келген қиындықтарды жеңіп, мақсаттарына қол жеткізе алатынын айтады. Балықтар. Жыл басы өзгерістер әкеледі. Олар сіз үшін күтпеген болуы мүмкін, өйткені олар өмірдің бұрын бәрі болжауға болатын және тұрақты болған салаларында болады. Жаңа мақсаттар пайда болады. Сіз бұрын маңызды деп санаған нәрсеге басқаша қарай бастайсыз. Саяси және қоғамдық өмірге қатысуды қалауыңыз мүмкін. Сізде мұндай мүмкіндік болатыны сөзсіз. Бұл бәрі тек сізге байланысты болады дегенді білдірмейді. Жағдайлар өте қолайлы болуы мүмкін және қандай да бір жолмен сізге сәттілік болады. Бірақ бәрі сіз қалағандай болу үшін сіз әлі де күш салуыңыз керек. Жұмыс пен бизнеске қатысты жаңа идеялар пайда болуы мүмкін. Кейбір балықтар өз күштерін мүлдем жаңа нәрседе сынап көргісі келеді. Есіңізде болсын, сіз әдеттегіден артық тәуекелге баруға бейім боласыз, сондықтан сіз бөртте әрекеттер жасай аласыз. Сақ болуды ұмытпаңыз және ұзақ уақыт бойы сенетін адамдарыңыздан кеңес алуға тырысыңыз. Егер сізде бір нәрсені үйрену мүмкіндігі болса, оны жіберіп алмаңыз, сіздің жаңа біліміңіз міндетті түрде пайдалы болады. Жылдың екінші жартысы іскерлік қарым-қатынас үшін қолайлы болады. Сіз әр түрлі адамдармен кездесесіз, назар орталығында болатын іс-шараларға қатысасыз. Басқаларды түсіну сізге оңайырақ болады. Олардың сізден не күтетінін түсіну көп уақытты қажет етпейді. Саяхаттар мен ұзақ сапарлар мүмкін. Соның арқасында сіз көптеген жарқын әсерлер алып қана қоймай, сонымен қатар кейбір күнделікті әдеттерді өзгерте аласыз. Жаңа қызығушылықтар мен хоббилер пайда болуы мүмкін. Олар кейінірек табыс көзіне айналады. Жыл соңы ерекше жемісті болмақ. Осы уақытта көптеген балықтар бұрын істеген істері үшін сыйақы алады және олардың күш-жігері үшін марапатталады. Табыстың айтарлықтай өсуі мүмкін, сондай-ақ кірістің жылдам өсуін болжайтын бизнес ұсыныс. Бұл уақытта жұлдыздар оқитын және басқаларды оқытатын, зерттеумен айналысатын және жоғары технологиялар саласында жұмыс істейтіндердің барлығына қолайлы болады. 2024 жылға арналған балықтар гороскопы оң үрдістердің әсері басым болатынын және белгінің өкілдері әрқашан жұлдыздардың қолдауын сезінетінін уәде етеді.